Сәлем достар, бүгін біз Қожа Насырдың хикаясын айтып беретін боламыз. Бір күні Қожа Насыр кірпішті уатып базарға барып, тышқанды өлтіретін дәрі сатам деп жар салады. Сөйтіп Қожа Насырдың дәрілерінің бүкілін алады. Ертесіне тағы әкеледі. Сатып алушылар келіп айтады: "Қожеке, мына дәріңіз әсер етпейді ғой" дейді. "Сендер не білмейсіңдер ма не? Бұны бірінші тышқан түсті аласыңдар, сосын барып көзіне себесіңдер" дейді. Ендігесі хикаямызды тыңдайық. Бір күні Қожа Насыр талдың ұшына отырып түбін кеседі. Сол кезде бір жолаушы айтады: "Қожеке, қазір құлайсыз ғой" дейді. Қожа Насыр үндемей кесе береді. Сөйтіп кесіп атып құлап түседі. Жаңағы жолаушының артынан жүгіріп барып: "Өзіңіз көріп келе екенсіз, онда менің қашан өлетінімді айтып беріңізші" дейді. Жолаушы не дерін білмей: "Есегің 3 ақырғанда өлесің" дейді. Қожа Насыр деген есегінің ақырғанын күтеді. 1 рет ақырады, 2 рет ақырады, 3-ші рет ақырғанда талдың түбіне жата қалады. Бір жолаушы келіп: "Қожеке, не үшін жатырсыз" десе, "Өлген адам сөйлемейді" дейді. Тағы бір хикаясын айтып берейік. Бір күні Қожа Насыр талдың түбінде демалып отырса, сағатын тыңдаса, чық деп тұр екен. "Ой, мынау маған чық дейді ғой" деп талдың төбесіне шығады. Тағы тыңдаса, чық дейді. Тағы шығады. Сөйтіп өрмелеп Қожа Насыр жерге құлап түседі. Біздің хикаямыз аяқталды. Сау болыңыздар.